Баршаңызға қайырлы күн, сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын булочкидің рецептісін ұсынамын. Көп қыздар булочкиміз дұрыс көтерілмейді, қатты болып қалды деп жазып жатады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сәтті шығады деген ойдамын. Алдымен ыдысымызға жылы сүт, қант, құрғақ дрожж және де дәміне қарай аз ғана тұз салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Тәттіні қатты жақсы көрсеңіздер, қантын көбірек салсаңыздар болады. Осы массаны жақсылап араластырып болғаннан соң бір жұмыртқа және де ертілген сармай қосып тағы да жақсылап араластырамыз. Менің қолданып жатқан сармайым станичный деп аталатын сармай, жалпы кез келген сармайды қолдансаңыздар болады. Тағы да жақсылап араластырып болғаннан соң ұнымызды саламыз. Оның үстіне шай қасықты қатты толтырмай қамыр қопсытқыш саламыз. Қамыр қопсытқыш бізге булочкиміздің пісу барысында әдемі болып көтерілуіне және де жұмсақ болып тұруына көмектеседі. Келесі кезекте жұмсақ етіп қамыр илейміз. Булочкиміздің жұмсақ және де әдемі болып көтерілу үшін ең бастысы қамырымызды жұмсақ етіп илеп дайындап алуымыз керек. Егер сіздердің жасаған қамырыңыз қатты болып қалса, ол пісу барысында дұрыс көтерілмейді және де қатты болып қалуы мүмкін. Сол себепті ең бастысы қамырды дұрыс илеуге тырысыңыздар. Дайын болған қамырдың бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қалдырамыз. Шамамен 40-50 минут аралығында көтеріліп шығады. Құрметті қыздар, көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз осылай әдемі болып көтерілді. Ендігі кезекте осы қамырда кішкентай бөліктерге бөлеміз. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан аз ғана қолымызға жабысуы мүмкін. Сол себепті қолыңызды сұйық маймен майлап алсаңыздар болады. Бұл жерде мен бөліктерге бөлген кезде көз мөлшерімен бөліп жатырмын. Қаласаңыздар сіздер өлшеп солай бөлсеңіздер болады. Әр бөлікті шамамен 65-70 граммнан бөліп алсаңыздар жеткілікті. Бөліктерге бөліп болғаннан соң бетін жауып тағы да 15-20 минутқа тындырып қоюды ұмытпаңыздар. Енді булочкидің формасын жасауға кірісеміз. Жалпы кез келген өзіңізге ыңғайлы формада жасасаңыздар болады. Тіпті дөңгелек етіп дәл осы тұрсында пісірсеңіздер де болады, ол өз қалауларыңызға қарай. Ал мен осы видеода көріп тұрғандарыңыздай ерекше гүл тәріздес формада пісірейін деп жатырмын. Дәл осылай жасасаңыздар да болады. Көрінісі өте ерекше және де әдемі болып пісіп шығады. Формаға салып болғаннан соң бірден жұмыртқаның сарыуызын жағып, қаласаңыздар мак сепсеңіздер болады. Алдын ала қызып тұрған печкіде 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Бұл жерде ең бастысы әркімнің печкісі әрқалай қыздырады, қызу барысы әртүрлі дегендей, сол себепті қарап тұрыңыздар. Осынша уақытта пісіп шығады деп нақты айта алмаймын. Сол себепті қарап тұрыңыздар. Қыздар, осы рецепт ұнап жатса, пайдалы болып жатса, менің каналымның алға қарай дамуына өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, қолдап отырсаңыздар, өте қуанышты болар едім. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің булочкилеріміз өте әдемі болып пісіп шықты, жұмсақ және де дәмді болып шығады. Міндетті түрде рецептін сақтап алып жасап көріңіздер. Сіздерге, сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған әсел, баршаларыңызға рахмет. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.